Менің сұрағым премьер-министрдің орынбасары, ұлттық экономика министрі Байбазаровқа арналады. Құрметті Нұрлан Серікұлы, алдағы жылдарға арналған әлеуметтік экономикалық даму болжамына сәйкес, байланыс, құрылыс, көлік және сауда салалары әлі де өсу локомотивтері болып қала береді. Әрі бұл 2025 жылы қандай болса, 2029 жылда солай болады. Ал бүгінде бюджет кірістерінің негізгі бөлігін құрайтын тау-кен өндірісі, яғни тау-кен өнеркәсібі 2028 жылы айтарлықтай баяулайды екен. Бұл жақсы емес. Өйткені өсім болмайды, бюджетте тапшылық болады. Сондықтан да мен сұрағым нақты өнеркәсіптің өсуі бойынша болжамдар неліктен төмендетілген, және сіздер осыған байланысты қандай тәуекелдерді көріп отырсыздар, оған талдау жасалды ма? Қандай шаралар қабылданады осыған байланысты? Ұлттық экономика министрінің микрофонын қосыңыздар. Мұхтай Салихұлы, сұрағыңызға келсек, өнеркәсіптің екі саласы бар. Бұл бірінші тау-кен деп айтып өттіңіз. Оған жаңағы ең алдымен тау-кенде ол мұнай өндірісі, оның жаңағы алатын орны тау-кен өнеркәсібіне 70%-дан астам. Екінші жаңағы темір рудалары дейміз, олар да кіреді. Енді екінші тағы да бір маңызды саласы ол өңдеу өнеркәсібі. Жаңа алып қарасаңыз, біздің болжамда 25 жылға 4-1 деп белгіленген, оның ішінде өңдеу өнеркәсібі 5-8-ге өсіп отыр. Бірақ жаңағы мұнай саласының алатын үлесі есебінен, ол мұнай тау-кен саласы 2-9%-ға деп болжануда. Бұл енді 2-9, бұл жерде ешқандай біздің азайтылған болжам жоқ, өйткені біз керісінше биылғы базадан келесі жылға 90, енді жаңа айтып өттік қой, теңіз мұнай кен орнының есебінен біз 97 миллион тоннаға дейін өндіруге мүмкіндік береді бізге. Соны есептегенде осы жылдың төмен базасының есебінен бұл жаңағы айтарлықтай сол мұнай саласында өсімдік кішкене баяулатуға сол әсер етіп отыр. Бірақ бұл нақты цифра деп ойлаймыз, 97. Бірақ келесі жылдары біз айтқандай 100-дің үстінен шығамыз, 104-105-ге дейін жетеміз. Бірақ енді бұл жерде біздің резервіміз, біз бұл мұнай енді біз ештеңе істей алмаймыз, ол табиғатқа байланысты шығатыны. Ал бұл жерде біздің резервіміз әрине ол өңдеу өнеркәсібі. Осы салаға баса көңіл бөлеміз. Келесі жылдан бастап, осы жылда қазір қолға алынып жатыр, премьер-министр айтып өткендей, ірі жобаларды қолға алып жатырмыз. Президенттің нақты тапсырмасы бар. Кем дегенде 17 ірі жоба іске асыру керек. Бұл жобалардың барлығы біздің қазір кейбір жобалар басталып та кетті, басталып жататындар да бар, бірақ оны біз соның есебінен біздің ойымызша осында өсу резервтері бар. Өңдеу өнеркәсібі арқылы біз жалпы өнеркәсіптің экономикадағы үлесін көбейтуге мүмкіндік береді.